осындай ашық тұрғанды жинаңдар. Смотрите, что я нашла. Она мында. Міне мынаны алып саламыз. Как это видно? Ал, Марикош. Сал. Алды. Это тебе, ты будешь с ними какие-то поделки делать. Помнишь, когда из жетпейді ма? Жоқ, бізге 200 штук керек. Сал мында. Молодец. Біз міне балалармен бақ-бақ гүлін жинап шықты. Қазір бұларды мен тазалаймын. Мынау сабағы қажет емес, тек бізге мынау гүлдің өзі керек. Осының бәрін қазір сұрыптаймын. Енді бұны жақсылап жуып алу керек. Арасында қоңыздары болады, соның барлығын тазартып жуып аламыз. Енді бұған біз 1 лимон қосамыз. Енді 500 мг су құямыз. Бізде қайнай бастаған кезде отымызды азайтып 10 минут қайнатамыз. Лимон иісі шығып жатыр. Бақ-бақ бізде осы лимонмен 10 минут қайнады. Баяу отта. Енді біз бұның бетін жауып 24 сағатқа тұндырып қоямыз. Осылай тұрады енді. Бізде 24 сағат өтті. Мен банкаға қойып қойғам. Яғни бұл бақ-бақтың қышқыл ащы дәмін кетіру үшін осы 24 сағатқа қойып қою керек. Қазір мен оны тұндырып аламын. Мынау енді бізге қажеті жоқ, оны тастаймыз. Бақ-бақтың құрамындағы бар пайдалының барлығы осы тұнбада. Кезекте біз қантымызды қосамыз. Арасында араластырып отыру қажет. Қанты тұрып қалып, жабысып қалмас үшін. Осылай қайнап бастаған кезде таймер қосамыз. 30 минут осылай баяу отта қайнау керек. Арасында осылай араластырып тұрыңыздар.